Паровойдан коттедж жалдап келіп, неке қыздар апыр-топыр дастархан жасап жатыр. Шашлик келді ма? Мына жақта шашлик дайындап жатыр. Жігіттер монша жағып, шашликті дайындап, баян реттеп жатыр. Секең мен Жанкатай. Ақмұрдың бұрын осындай өппет? Сондай ау деймін, иә. Бәрі нормально ғой, аяқ қолы бар, е? Иә, бәрі нормально. Бізден бұрын барып көріп алды. Иә. Түрі аумаған нүрекең екен, бірақ Құдайға шүкір әппақ екен келініміз сияқты, оған да шүкір. Осаға әйтеуір жермейтін болды ғой, мұрынды, қабақты бәрін. Сонымен құдағиларымызбен бірге, құдамызбен бірге тәтті шай отыр. Өте тәтті дейді құдам. Жақшаны алтан кейін түгел тәтті болды. Иә, шүкір. Бурабайдамыз. Кешкі моншадан кейін түн жарында шай ішіп отырмыз. Кино көріп. Кино көріп. Жанымда мынандай қоншық қайнылерім бар. Қалай монша күшті болды ма? Монша күшті. Шай қалай отыр? Зира шайы. Кән зира шай? Жеже осы әкеп тұрмыш осы жерге, қанды сонда. Ау? Айына бір рет әкеп тұрмыш, жақсы екен. Шайды ма? Шайды да осы, Шайға да, Бурабайға да ма? Міне, осы шайды ішіп жатырлар. 22 түрлі шөптен салған. Зор екен деп, неше рет ішті уже. Біздің жігіттер болып менің қоншықтарым жатыр. Осындай қоншықтарым бар менің қайындарым. Бұны Бурабайда дем алып жатыр, Құда қаласа. Керемет болып тұр. Мамиловтың папасы. Мамилов өткенде айтады ғой, Мамиловтың бас киім алып қойды деп. Біздің баламыздың Қайраттың өзінің көтеріп баққан інісі ғой. Көкшетауда. Бас киім алып қойды, бөрігін алып қойды шулады. Зор. Інім ғой, інімнің баласы ғой. Погода мұз сеуіп тұрайық үліге. Иә. Бүгін погода ма? Осыдан кеше деген жер алып, бір қап қойсаңыз болады ғой біреуін. Қатем айтады. Не істеймін оның барлығын. Табиғаттың өзін әкесіп қойған. Табиғатым, махаббатым демекші. Не деген керемет табиғат, қараңыздаршы. Таварай керек. Құстың ұясын қараңыздар. Табиғатым, махаббатым. Баяғы құдық. Суд көтсеміз дейді қатындар. Қатындар демесе, келіншектерімізді қойсай.